Жалпы осы Рамазан айында ұстайтын оразадан басқа тағы да дінімізде қандай оразаның түрлері бар? Қасиетті Рамазан айы бұл парыз болған ораза. Бұл Аллахтың бізге берген міндеті, яғни әмірі. Оның орындауға біз міндеттіміз. Ал енді басқа оразаның түрлері әрине бар. Мәселен, оны ең бірінші алатын болсақ, Ережеп айы. Ережеп айының оразасы. Мәселен, бұл айда Ережеп айы бұл Аллах Тағаланың айы. Яғни бұл айда басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн ораза ұстаса, рұқсат етіледі. Бұл Ережеп айының оразасы. Ал енді екінші Шағбан айы. Шағбан айында да бұл нәпіл оразалар. Бұл оразаны да, мәселен, басында 3 күн, ортасында, аяғында 3 күн ұстаса рұқсат етіледі. Ал енді қасиетті Рамазанның оразасын түгел 30 күн ұстауымыз қажет. Өйткені ол міндет. Енді сонымен қатар әрбір дүйсенбі сайын пайғамбарымыздың сүннеті болған, мәселен дүйсенбі сайын ұстайтын оразалар бар. Мысалы дүйсенбі күн, бір күн ораза дүйсенбі күн, немесе 13, 14, 15 күннің 13, 14, 15 күні айдың ортасында ұсталатын нәпіл оразалар бар. Және де мына өздері ниет қылып, ықылас қылып ұстайтын оразалар бар. Мәселен, оның алатын болса, Миғраждан кейін Барат кешінде жақсы бір күндерде сондай бір оразалармен өткізетін болса, ол да бір жақсы күндер болады. Яғни мәселен, соның ішіне алатын болсақ, Ашура күні мысалға, немесе осы қасиетті Рамазан айы біткеннен кейін, мәселен, Шәуәл оразасы. Мәселен, қасиетті Рамазан айы бір ай ораза ұстап болғаннан кейін, кейіннен кіретін 6 күн Шәуәл оразасы бар. Яғни Шәуәл оразасына ол да шындығында нәпіл оразалардың бірі. Өйткені пайғамбарымыздың бұған қатысты хадисі бар. Мәселен, 30 күн ораза ұстайтын адам, ол 300 күн ораза ұстаған адаммен тең болады. Ал енді 6 күн Шәуәлді ұстаған болса, ол 60 күн ораза ұстағанмен тең болады деген. Және де соның бәрі басын қосатын болсақ, Шәуәлдің оразасын кім ұстаған болса, Рамазаннан кейін, онда ол кісі 360 күн, яғни 1 жыл ораза ұстағандай сауап алады деген хадис бар. Мына оразаны қай күндер ұстауға болмайды? Әрине, ораза, мәселен, оразаны ұстамайтын күндері бар. Мәселен, жалғыз ғана жұманың оразасын, нәпіл оразасын ұстайтын болсаңыз, ол дұрыс болмайды. Яғни мәкрух болады. Және де ораза, әрбір ораза осы мәкрух күндерге яғни дұрыс келмей, яғни былайша айтқанда жұма күнге келіп қалмау керек. Немесе басқа күндерде, мәселен, ораза ұстайтын айт күндері, мысалы ораза ұстайтын болсаңыз, 2 айт күні ораза ұстайтын болсаңыз, немесе жұма күні ораза, нәпіл ораза ұстайтын болсаңыз, бұл шариғатымызға қарсы келеді. Яғни бұл тыйылған оразалар. Бұл күндерде ораза ұстауға болмайды. Түсінікті. Ал